Алашаны алашаға теңеп жүр қазір көпшілік тарихшылар. Ол алаша деген аландар бар ғой қазіргі. Аха. Біздің денсаулығымыздың бас жағында неге барып кірген, Еуропаға кірген. Сол алан тайпасы. Ал енді шежіре атаулы, аңыз атаулының бәрі жеке бір адамға негізделеді ғой. Сонда аландардан жаңағы шежіресі бойынша, жаңағы моңғолдың шежіресі бойынша татар мен моңғол егіз туады. Ол егіз туды ма, ол тумады ма, мәселе онда емес. Мәселе жаңағы аландардан кейін жаңағы татар мен моңғол деген тайпалар өмір сүрген. Солардың бір бөлшектері, солардың құрамында болған тайпалар екендігі белгілі болып тұр жаңағы татар мен моңғол. Ақырында сол екеуі бір-бірімен соғысады ғой. Енді бұлар жеке адам қылып көрсетеді. Моңғолды және татарды. Ал бұлар сол жаңағы Қазақстанның батыс жағында. Осы Қазақстанның солтүстік батыс жағында сол өмір сүрген тайпалар соғысып бірін-бірін қудалап, ақырында бұлар шығыстан бірақ шығады ғой. Тәрізі. Рашаддиннің жазуы бойынша. Рашаддинге сіз жазбасына баға бердіңіз ғой. Ол шындық жазған ба, қалай жазған дедіңіз? Шындықты жазған, ол шындықты жазбасқа моңғолдардың жаңағы жерде тікелей ұрпақтарының бұйрығымен жазып отыр. Егер де жаңағыдай бір қате жазса, олардың пікіріне сәйкес келмейтін болса, оны өлтіріп тастайды. Ақырында өзі соны өлтіреді ғой моңғолдар. Жаңағы Шыңғысханның тұқымдарын өлтіреді. Уәзір болып тұрған уақытында. Қастандық жасаймын деп. Ол енді сондықтан оның жазғанының көбі тура сол моңғолдардың өздеріне сәйкес келеді. Ыңғайластырып жазды дейсіз ғой. Иә, соған сәйкес келеді. Кейбір нәрсені аттап өткен дейсіз бе, айналып? Айналып атты өтеді. Шыңғысханның жерлеу мәселесінде ділдамалық қылып жазады мәселе, көп мәселе. Сосын Шыңғысханның ата тектері жаңағы неден туған, жаңағы күйеусіз туған балаларды жаңағы бөден шарларды мәселен. Соларды мәселен ашық жазбайды. Моңғолдың өзіне тиісетін нәрселерді ашық жазбайды. Ал енді неде? Құпия шежіреде, сосын алтын шежіреде жаңағы моңғолдардың. Онда ашық жазылады жаңағы жерде. Неде жаңағы Бозаншарлардың әкесі жаңағы бәлем мерген дейді ғой. Сол барған уақытта қол жанында бір баласы бар, біреуге жаңағы атып алған, ұстап алған бір бұғының етін береді де, сол баланы алып келеді де, сол бала бұлардың қол астында құл болып өмір сүреді. Сол көк көз, сары, жирен, сондай адам болған жаңағы. Олар соған намеки жасайды жаңағы Бозаншар содан туған, үш бала туады ғой, мәселен. Ал Рашаддин бұларды подробно айтпайды. Сосын нені моңғолдың басында моңғол екендігін айтады да толық айтпайды. Мұңды деген мағыналы сөзден пайда болған дейді. Мұңал деген сөзден, яғни моңғол сөзін негіз жоққа шығармайды, содан шығарады сөз. Бірақ мұғал дейді. Барлығы мұғал. Бұл енді моңғол билеушілерінің қабылдап алған аты мұғал деген. Ал мұғал деген сөз ол кейін жазамын мен моңғолға келген уақытында. Боғал деген сөзде шыққан. Ал боғал деген сөз жаңағы бұғақталған ер адам, бұғақталған ел деген мағына береді. Сонда Шыңғысхан қайтыс болғаннан кейін бұлар бір жолата халықты мәселен жаңағы өзіне қарайтын халықтың бәрін бұғақталған меншікті құл сияқты ел деген мағынада ұққан.
осыған өздері келіскен, осыны ашық жазбайды Рашиддин. Бірақ мұғал дейді. Ал мұғал деген кейін осылар қалыптасқан қысқа қайтыс болғаннан кейін жаңағы Шығыс Қазақстан мен Талдықорғанда пайда болған мемлекет бар ғой, мұғал. Иә, мұғалдар дейміз. Мұғал, сол мемлекеттің аты бірінші сол жерден пайда болды. Бірақ бұлар тек мұғалды Қытайдағы кімдер Шыңғысханның ұрпақтары қолдана қоймайды мұғалды. Ал мыналар қатты пайдаланады. Соған қарағанда ол өздеріне келісілген шаруа. Ол қатты айтпау керек. Алтын дәптер деген кітап болған, жаңағы анау атақты шежіресі болған моңғолдың. Содан алған өзді жазады, сол алтын дәптерге барып жүгінеміз, одан асып кетпейміз деп. Сонда алтын дәптерде керемет құпиялар бар, бірақ ол енді сол Иранда қалды, ол алтын дәптер. Оны ешкімге бермеді ау, солардың өздерінің қолдарында қалды, ол енді сақталған ба, сақталмаған ба, ол ақыры сол Ираннан табылады табылса. Алтын дәптері. Сіз Алапес бала туралы, одан бұрын Алатайды айтыңызшы. Иә, ол тайға, жылқы малына тиісті тай емес деп айтып отырсыз, Иә, тайдың жаңағы бүлдірт тулағанына байланысты ел бүлінді жаңағы айырылып кетті дейді ғой. Бұл жаңағы тарих, ескірген тарих, көне тарих, содан ескірген, сол негізгі тарихтың несін, жоласын қалап ұмытқан. Сосын Алатай деген сөзге мән беріп, жылқының несі ғой енді. Бір пародасы несі ғой, ұрпағы ғой. Сол тайға байланысты әңгіме туындап кеткен. Ал негізінде жаңағы Алаш ұлысында үйі отқан жаңағы үш алаш дейді ғой. Үш алаштың біреуі Артайлар, жаңағы ар мен тайлар біреуі. Олар енді сөйлесе келгенде Артай, Алатай болып кетеді ғой. Соның мәселен анау айтады ғой, жаңағы анау Алаштың көне сөзінде жаңағы Алатай ат болғанда деп. Енді Алатайы жаңағы Артайлар ғой, сол Алатайы. Енді ат болған деген, ат дегенің де алат қой енді. Алатай ат болғанда алат болады ғой. Сонда алат осылар барлығы жаңағы не болғандар, жаңағы Алаш шуы ең бірінші бас қосып, жаңағы нені Алаш ұлысын қалыптастырған. Ал енді сол біздің жыл санауымыздан бұрын енелит заманында сол 5-6 мың жыл бұрын ба, 6 мың жыл бұрын ба, енді жаңа лингвистер айтады ғой, Алтай тіл несінен моңғолдық бөлінген 6 мың жыл бұрын дейді. Ал енді Моңғолияның өз жерінен моңғол тілдерінің ата тілін ол жерден таба алмады лингвистер. Сонда ата тілі жаңа іргелес Қазақстанның территориясында болған. Түркі тілдері бар, жаңағы угрофин тілдері бар, бәрі бір жерде болған. Содан бөлініп кетеді. Ренжіскен ғой енді. Өзі ұлылар, тайпалар ренжіседі, арасында қырғиқақ соғыстар жүреді, үйтіп. Сосын Алтай жаққа қарай алып кетеді. Бұл жаңағы Афанасьев мәдениетінің туақты. Сосын Афанасьев мәдениеті, одан кейінгі мәдениеттер, әлгі қазіргі біздің қазақтар жерлеп жүрген мәдениеттер бар ғой, жаңағы. Қазақтікі бірдей сол. Соны Алтай жаққа барып, олар жаңағы түркі тілінің бір отанын жасайды шығыста. Соны Алатайдай білінді деген сөз, содан жаңағы, оның кейін сосын жаңағы ноғайлар білінді ғой. Бөлініп кеткен уақытта ел айырылған деген күйде шығарған. Жыр да бар ел айырылған деген. Сонда Алатайдай білінді деп жүрген, білінді дейді ол уақыттағы сөзді, білінді демейді.
өлтірді дей ма, бүледі дей ма? өледі дей ма, сонда келеді. Сонда оның тарихы солай жаңағы. Алталашқа сіз мен қазір есімде жоқ болып тұр. Кімдерді жатқызасыз мұның сыртында? Ал енді жаңағы үшеу бар ғой. Үшеуге енді Үшеуін айтып кетіңіз. иә, ол біреуі Индияға барғандар. Біздің санауымыздан 2000 жыл бұрын. Үндістан. Индияға барғандар индарлар. Ант пен ар екеуі бірігеді. Ант деген тайпалар болған бізде. Ол тарихта бар. Сол ант пен ар екеуі бірігіп не болған, өздерінше бірлестік құрған. Осылар жаңағы Үндістанға барып шабуыл жасап кіреді. Содан андардан жаңағы индар, олар құдай деп есептейді өздерін жаңағы. Индарды құдай дейді. Ол көп дәлел бар жаңағы, ол қарама қарсы айтылатыны бар. Жаңағы бұлардың мәселен, ал енді оның біреуі жаңағы арандар, олар ирандар. Осы Иран, қараңыз, бұрын Иран парсы болып келді ғой. Оларды кейін ана парсы деген сөз фарсияни 200 деген ат береді деп Иран деген атауын кейін алған екен. Сондықтан біз бұлар неге Иран дейміз? Парсы емес пе бұлар? Олар парсы тілдестер ғой. Иә, парсы, ол да барыс сөзінен шығады дейсіз, өзіңіз де айтып кетесіз. Сонда үнді Европа, Иран, үнді Европа деген бар, сосын ирандық теорияны, негізі Иран сөзі кейін жасанды емес пе, кейін шыққан? Ари деген. Жоқ, аты жасанды. Ал өздері айтып отырмын ғой жаңағы жерде. Бұлардың тілдері жаңағы жерде Анатолия мен ненің пісіп жетілген. Бұлардікі қопармалы тіл ме, Ирандікі? Қопармалы тілдер. Енді Европа тілдері жақсылап қалыптасқан сол кезде. Содан кейін сол жерден тарайды ғой. Сосын жаңағы солтүстік жаққа қарай, батысқа қарай Европаға кетеді көпшілігі. Енді мынау батыс Ирандағы нелері жаңағы неге қарай кетеді. Иранға қарай кетеді. Иранға келеді. Олардың бәрі сол тілдестер. Иран агрономдары дейді бұлар тарихта. Сол Иран агрономдары кейін сол 50% әйелімен, бала шағасымен Индияға барады. Сонан жаңағы Индияның жергілікті халқымен қосылып, қазіргі үнді тілдерін қалыптастырған. Енді үндінің ұрду тілінде сөйлейді дейді, ұрдуыңыз қазір орда деген сөзден шықты деп отыр ғой. Жоқ, ол да парсы тіліне кетіп қалған тіл ғой. Ал негізі оның ішінде түркі тілдері көп. Жоқ, ұрдуыңыз жаңағы орда деген сөз дейді, содан шыққан деп. Ол мүмкін билеген кезінде, жаңағы түркі билеген кезде. Және ортақ сөздер көп қой. Ортақ сөз көп қой, Индияда бар ортақ сөздер. Құрт деген сөздер мәселе, соларда жүр. Иранға барғандар, жаңағы арандар бар ғой. Бұлар түркі тілдес болған. Менде кітапта дәлелденеді ғой. Заратуштраның көп нәрсесі түркі тіліне келеді, сол дәлелдегенде. Ал енді бұларда жаңағы нелер, жаңағы ер әден, бұнымен ер әден онша көп емес. Значит, жаңағы барған тайпалар көп болмаған, билікте болған. Сосын Авестамен неге Индияның кітабының аты кім еді? Махаббат қараты ма? Жоқ. Авеста. Авеста Ирандікі ғой. Ирандікі. Иә, соларға енгізген бұлар. Индияның қай кітабы? Қазір есімде. Ригведа. Ригведа ма? Ригведа. Ригведаға, сосын Авестаға өздерінің тарихтарын енгізген ғой, билікте отырғандықтан. Жаңағы біздің атажұрттан барған тайпалар. Бірақ өздері тілдерін уже жойған. Мен жантайып жатып жазып жатырмын. Сәл басым ауыру, ұйқым көп. Камера содан қалтылдап тұр. Оқырман кешірер. Мынау Ғалекең жазып жатқан кітаптың алдын ала дайындалған қолжазбасы жоқ. Бұл кісі мынау бастағы жалғыз компьютерден алып жазып жатыр. Соны енді ауызша жазбағаша түсіріп алу керек. Бұрын бір әдемілеп келтіреміз не дегенбіз, енді осыған риза бола бересіздер, тыңдайсыздар. Енді бұл осыны неге 10-15 жыл бұрын бастамадыңыз?
кем дегенде. оған қол тимеді ғой. Өзі ауыл шаруашылығында істеген адам қайбір қол тиеді. Таңертең кетесің сағат 7-де, түнгі сағат 12-де. Тастау керек еді ғой қу тірлікті. Тастай алмайсың ғой, тіршілік керек қой, бала шағаны асырау керек. Ал енді мына жұмыспен Мұғал болып қалдыңыз ғой оларға, бала шағаға. Бұғалып. Бұғал болдым ғой. Бұғал болып, содан мұғал болып. Жаңағы моңғолдардың аты халқын солай деп атап дейді. Иә, арат деген олар шаруасын айтады, шаруасын арат дейді ғой енді, моңғол шаруасын. Араттар батысқа да барған. Иә, екі тайпа, сонда ар және ат тайпалары. Жалпы халықтың аты дейсіз ғой. Бұның артында да не тұр? Енді ол қазақтар да өздерін атаған кезінде. Кімнің фотоним ба, біреу келтірген ғой. Қазақтардан жазып алып. Біз алат деп атаушы өзіміз кезінде деп. Иә, алат деп. Бұл арат қой енді, арат. Араттан алат шыққан. Бұл шығысқа да барған, шығыста да алат деген ел болған жаңағы Моңғолияның жерінде. Анау Ақселеу ағамыз Кипрді бұрын Алаш деп, мен сол кісіден оқыдым, Алаш деп айтылған Алаш арал деп. Соны кейде мынау қазаққа жазылған мәтінді біз көбіне ойлаймыз ғой, бір ертегі қиял жай, бос сөз деп. Жайдан жай Алаш аталып. Сөйтсек, соның бәрін түбінде тамыр бар ғой. Иә, осы. Сосын енді мынау тарихта Мұрат Әджи жазып кетті біраз нәрсені, бірақ оның дәлелсіз, сілтемесіз жазылғандай. Қиыннан қиыстырғандай өтірік тәрізді. Сол да бір тарихи әңгіменің беделін түсіріп кетеді. Ал сіздің жазып отырғаныңыздың енді бір зерттеу өзі басқа 10 зерттеуге түрткі болады екен ғой. Сіздікінде енді мен ойлаймын, бір маман лингвистер, сосын тарихшылар шығып, әбден сүзектен шығарып, сынайтын жерін сынап, түзейтін жерін түзеп, күзейтінін күзеп. Өйткені енді шын кітап, ондай балға мен төстің арасына шығу керек қой. Иә. Иә. Мәселен жаңағы Алталаш дегенді қазір, ол Алталаштан тұратын халықты тайпаны білмей-ақ Алталаш елі деп бүкіл қазақты атай береді. Патриоттарымыздың бәрі Алталаш жасасын дейді мәселе. Бұл сол ертеден келе жатқан жаңағы ұран аңыз бұл. Ал енді қазіргі тарихшылар жаңағы 6 елді іздеп әуре болып жүр, бірақ біреуінде қабылдауға мүмкіншілік жоқ. Алталаш деген мәселен мен 6 тайпаны ұсындым, жаңағы 6 тайпаны ұсындым. Одан кейін сосын мынандайды да ұсындым. Жаңағы Алаталаш. Бізде қазақта біз көшпелілерді қосарлап айту деген бар ғой, Алтай, Қарпақ, жаңағы қуандық, сүйіндік деген сияқты. Осылай атай береді ғой. Сонда жаңағы Араталаш, Алаталаш, Алталаш, соны Алталаш болып кетуі де мүмкін. Санға байланысты емес, жаңағы алат сөзінен, арат сөзінен шығып дейсіз ғой. Иә. Ол желі бар еңбегіңізде. Ол бар. Осы екеуін ұсындым. Қайсысын қабылдайсыздар, өздеріңіз біліңіздер дедім. Өзіңіз қайсысына бейім бұрасыз? Мен егер мойындаса жаңағы 6 тайпа дұрыс па деп ойлаймын, бірақ ол 6 тайпа Алталаштың құрамына кірмей-ақ халық Алталашты айта береді. Оның несін білмесе де, құрамын білмесе де, соған қараған уақытында Алталаш деген сөзден шыққан ба деп ойлайсың. Михайловский жаңағы. Алаталаштан. Иә, Алаталаштан. Дыбыс қосарланып кетіп. Қосарланып кеткен, соған енді ол ұмтылғанда, енді сандық мәнге қарай ауысып кеткен. Енді келіп тарихшылар ол 6 адам, 6 елді іздейді. Түп негізінде сандық мән жоқ. Сандық мән жоқ. Мағыналық жаңағы тайпалардың бірлестігі. Қосарлап айту. Мынау қазақтағы қос сөзге Қанағат Жүкешұлы қарсы ғой. Ол кісі айтады, ол қос сөз синонимдер, ол қазақ тілінің байлығы емес, қайталау, шиырлау,
мысалы азық түлік деп айтқаннан гөрі сол азық деп айту керек, өйткені түлік түсініксіз. Енді мен ол кісіні былай қолдаймын, расында да осы филология саласындағы, лингвистикадағы сол кісі дұрыс бағыт ұстап жүр ғой деп. Өйткені анау біз бұрыннан білетін, сыйлайтын ғалымдарды, атақты академиктерді бәрін сынайды. Енді шындықты ұстануымыз керек қой. Өйткені біз қазір бұра тартқанмен, мәймөңкелегенмен, шындық сол кісіден біраз жасқа келіп қалды. Тіл философиясы маған қатты ұнады ол кісінің кезінде. Семейде жатып жазып жатыр. Сіз мынау Жаңарқадан енді Астанаға келіп Ақмоланың Қараөткелден жазып жатсыз. Еңбегіңіз сәтті аяқталсын. Ол пікір мүмкін дұрыс та шығар лингвистер үшін. Бірақ сөзді зерттеу үшін ол қос сөздер керек. Біреуінің мағынасы жойылған, мағынасы жоқ. Соны зерттей келіп, екінші сөздерден оның мағынасын іздеп тілді зерттеу үшін керек. Әрине, жоқ, оны жоққа шығармаймын. Иә. Енді бізде бір әр тілдің өзінің даму динамикасы, халықтың қалыптасу заңдылығында солай болған ғой енді бізде. Мысалы, қазір орыстарда жаңа кіп красный деген сөзге келіп жатыр екен. Олар да қызық дейді да, мынау Ресейден қазір көп орыс келіп жатыр ғой. Сол жаңағы біз қып-қызыл дейміз, жап-жасыл дейміз. Сол жаңағы алғашқы сөздің алғашқы буынына п жұрнағын қосып, сосын негізгі сөзді айтып, сонда олар да бұл қызық феномен екен деп, жаңа лингвистері таңғалып жатыр. Жаңадан келген жас ғалымдары. Бұл бір өзі қызық. Енді оларда красный ғой. Мысалы, бізде қып-қызыл дейміз. Жаңа қ п жұрнағы қосылып. Сол енді бір ерекше, әгі балаңыздың айтқаны бар ғой, мынау Сәкен ауылы деп кезінде айттыңыз ғой. Иә. Киіз үйлерді көргенде. Сәкен Сейфуллиннің Сәкен тойы дейді. Неше жылдығы? 90 жылдығы ма? Иә, Сәкен тойы дейді. Иә. Сонда киіз үй көрсе, өкісі Сәкен тойы, Сәкен үйі дейді. Сәкен тойы дейді. Иә, бала кезінен сол сурет қалып қойды. Иә. Кез келген киіз үйді Сәкен тойы дейді. Сәкен тойы дейді. Бітті. Ол басқа бір мерекеге, басқа бір асқа құрылған киіз үй болуы мүмкін, ауыл болуы мүмкін. Бірақ сәби кезінде алғаш киіз үй көргенде Сәкеннің атымен байланысты болды да. Сәкен тойы дейді, Сәкен тойына барамыз дедік қой. Сол бірге жүрді ғой сол. Бұл да бір қызық байқау. Солай ғой негізі. Адамның санасы қарапайым кезінде жас баланың несіндей болады ғой, алғашқы сөздер солай болады. Мәселен жаңағы шумерлер өзінің шыққан жерлерін, жаңағы шығыстан келген шыққан жерлерін Дилман дейді. Ол арал судың ортасында деген мағына екен. Дилман. Сосын мен соны іздедім ғой жаңағы. Осы маңайда угрофиннен жаңағы қазақ тілінен жаңағы басқа башқұрт нелерден жаңағы. Сосын сөйтсем жаңағы ер тұрман деген сөз бар бізде. Тұрманның мағынасы жоқ мәселен. Ер тұрман жаңағы. Сосын тағы басқа аттар бар жаңағы. Ер тұрман, сосын ат тұрман, ер тұрман, сосын тағы басқа нелер. Ал енді сол тұрман деген бізде кісі аттары бар. Иә. Кісі аттары бар. Тұрман деген кісі аттары бар. Башқұрттарда Дилман деген аттар бар. Гилман деген аттар бар. Иә, бар. Иә. Ал енді сол есте қалған жаңағы бұл саймандарды, ерлерді, сол алғашқы ер адамның саймандарын, аттың саймандарын жасап дүниеге көрсеткен сол тұрмандар болса керек. Көрдің бе? Ман деген өзі кісінің аты, адам деген сөз. Адам деген сөз, ер. Енді алдындағы тұр. Тұр енді түріктердің Гил, тұр, гел. Алдыңға. Солай келтірдім ғой кітапта. Ол жерін оқымадым мен. Оқымадым. Ол жерін мен екінші бөлімді қараған жоқпын. О кезде бір мұршам болмай жүрді, қаратпадыңыздар. Енді тұтас сүзіп шығам. Сондай жаңағы